Қайырлы күн, құрметті математика сүйер қауым, сіздермен бірге Әли. Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымның тақырыбы сызықтық алгебра теңдеулер жүйесі, бірінші бөлім. Бұл сабақ екі видеоға бөлінген, біріншісі теория, екіншісі практикаға арналады. Ал енді сабағымыздың мақсатына көшейік. Сызықтық алгебра теңдеулер жүйесін шешу тәсілдерін бүгінгі сабағымызда қарастыратын боламыз. Ал енді сызықтық алгебра теңдеулер жүйесі дегеніміз не? Егер теңдеуіміз осындай сызықтық күйінде берсе, яғни бізде айнымалымыз x, ешқандай x квадрат емес, x куб емес, яғни x болса, яғни ол теңдеулеріміз бірнеше жүйе ретінде құралатын болса, онда біздің теңдеуіміз сызықтық алгебра теңдеулер жүйесі деп аталады. Жалпы ол не үшін керек сызықтық алгебра теңдеулер жүйесі? Себебі біз машиналық оқытуда, дата сайенс сабағында көптеген модельдер жасаған кезде осы сызықтық алгебра теңдеулер жүйесі арқылы шешіледі. Яғни біз негізгі мақсаты қай кезде біздің матрицамыз вектор айналады. Мысалы, матрицаны біз вектор арқылы түрлендірсек, ол яғни вектор айналады. Яғни біз қандай да бір x векторды табу үшін ол векторды көбейту арқылы біз b вектормен сәйкес болу керек, b вектормен тең болу керек. Соның сызықтық алгебра теңдеулер жүйесін шешудің негізгі мақсаты осы. Сол сызықтық алгебра теңдеулер жүйесінің шешудің үш тәсілі бар. Сызықтық алгебрада ол ең бірінші тәсіл Гаусс деп аталады. Гаусс әдісінің негізгі ерекшелігі ол сызықтық алгебра теңдеулер жүйесін үшбұрыш күйінде, яғни саты күйінде келтіреді матрицаны. Екінші әдіс матрицалық әдіс дейді. Яғни біздің теңдеуімізді матрица күйінде елестетіп, матрицаның терісімен, яғни теңдеудің мәніне көбейту арқылы біз жаңағы x векторды таба алады екенбіз. Үшіншісі Крамер, ол анықтауыштар арқылы табылатын сызықтық алгебра теңдеу жүйесінің шешімін матрицаның қатынасы арқылы табылады екенбіз. Енді бірінші әдісіміз Гаусс әдісі. Жаңағы айтып кеткендей, негізгі ерекшелігі ол біздің теңдеуімізді сатылы түрде, яғни лестница түрінде келтіреді. Ең алғашқы қадамымыз А2-де бар, А3-де бар, 4-де бар, n-ге бірге шейінгі барлық коэффициентті біз нөлге айналдырады екенбіз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бірінші теңдеуге А минус А2 1 деген коэффициент көбейтіп шығады екенбіз. Соны теңдеуге қоссақ, жалпы біздің теңдеуіміз осындай болады. Теңдеуіміз коэффициент нөлге айналып кетеді. А минус 2-де 1, А бөлінген 1 дейтін осы көбейткішке көбейтсек, екінші теңдеудегі бірінші қосылушымыз нөлге айналып кетеді. Және де сол операцияны басқа да теңдеулерге де қолданамыз. Сөйтіп, бүкіл А1-де 1-дің астына бүкіл қосылғыштарды нөлге айналдырады екенбіз. Нәтижесі осындай болады. Көріп тұрса, құрметті математика сүйер қауым, біздің А1-де 1 коэффициентінің астына барлық қосылғыштар нөлге айналып кетті. Енді екінші мақсатымыз екінші теңдеудегі А2-де 1 деген коэффициенттің астындағы бүкіл қосылғыштарды нөлге айналдыруымыз керек. Ол үшін істейміз, жаңағы әдісті қолдана отырып, оның астындағы А3-де 2 бөлінген А2-де 2 дейтін көбейткішке көбейтеміз. Минус таңбасын ұмытпаймыз, құрметті математика сүйер қауым. Сөйтіп, біз А2-де 2 астындағы А3-де 2, А4-де 2, А5-де 2, М2-ге шейінгі бүкіл коэффициенттердің бәрін нөлге айналдыратын боламыз. Міне нәтижесі осындай болады. Біздің теңдеуіміз бірте саты күйінде келе жатыр. Біз теңдеуіміз енді дәл солай біз x3-тің алдына коэффициенттерін А3-де 2 дейтін коэффициенттің астына барлық коэффициенттерді нөлге айналдырып шығамыз. А4-де 3, А5-де 3, А6-да 3, 7-де 3 деген сияқты. Біздің теңдеуіміздің жалпы түрі саты күйінде келді. Дәл үшбұрыш сияқты, формасы дәл үшбұрышқа ұқсайды. Енді біз осы үшбұрыш күйінде келтіргеннен кейін бізде мынандай шарттарға сүйенуіміз керек.
егер біздің теңдеу болса келтіргеннен кейін теңдеуімізді сату күйіне келтіргеннен кейін егер бір теңдеуіміз нөл тең нөлдік теңдік шықса, онда бір сол теңдікті алып тастаймыз. Яғни ол ешқандай бізге ешқандай теңдеудің түбірін бермейді. Яғни біз ол теңдік біз үшін артық. Яғни ол нені білдіреді? Теңдеудің сызықтық алгебра теңдеулер жүйесінің шешімі шексіз, яғни ешқандай шек жоқ. Ешқандай бір шешім, екі шешім де жоқ, бұда шешім көп, яғни шексіз кете береді. Егер нөл тең b тең нөл, b тең емес нөл шықса, онда біздің берілген теңдеу үйлесіміз болады, яғни бізде түрлендіргеннен кейін матрицаны теңдеуіміз саты күйіне түрлендіргеннен кейін бізде осындай теңдік шықса, онда бізде теңдеудің шешімі жоқ деген сөз. Егер үшінші жағдай, егер сату жүйенің соңғы теңдеу бір белгісіз қалса, яғни жүйе шалғыш шешімге ие болады. Егер соңғы теңдеуіміз бір ғана айнымалы қалса, бір ғана белгісіз қалса, біз ол белгісізді кәдімгі алгебралық жолмен тауып, оны алдыңғы теңдеуге қою арқылы біз теңдеудің барлық шешімін табамыз, яғни ол шешім жалғыз болады. Бір шешім. Енді екінші матрица әдісі, жаңа матрица әдісі дегеніміз мына x матрица, жаңа теңдеуді біз матрица мен вектордың көбейтісі ретінде елестете аламыз. Бірінші лекцияны еске түсірсек, біз сол кезде матрицаны вектор қалай көбейтуші едік. Бірінші элементпен матрица бірінші элемент пен вектор бірінші элементін көбейтіп сәйкесінше қосатын едік. Сонымен теңдеу екеуі өзара ұқсайды, байқайсыздар ма? Яғни біз сөйтіп елестеттік матрицаны. Енді біз қалай оны x-ті қалай табамыз? Ол үшін біз мына жерде бірлік матрица айналдыруымыз керек. X-ке әсер етпеу үшін бізге бірлік матрица бәрі көбейткенмен бәрібір сол не шығады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мынаның терісін көбейтеміз. Мына матрицаға мынаның теріс матрицасын көбейтеміз, сонда бізде нөл шығады. Бірлік матрица шығады. Ал бірлік матрица ол үшін x-ке әсер етпейді. Енді бізден екі жағын біз мына жерде терісін көбейтсек, мына жерде де терісін көбейтеміз, сонда біздегі шешім мынандай болады. Мына матрицаның терісі көбейтеміз, мына b вектор. Үшіншісі жаңа Крамер әдісі. Крамер әдісі жаңағы теріс матрица әдісін былайша айтқанда кеңейтіп, яғни сол әдісті біз барынша кеңейтуге тырыстық. Яғни біз матрицаны анықтауыш арқылы, алгебралық көбейткіштер арқылы біз соны аштық. Сөйтіп мына көбейту арқылы біз мынандай теңдік шығардық. Яғни үстіндегі алымы бізде дельта 1, дельта 2, дельта n деген. x2, x3-дің дельта 1, дельта 2, дельта n. Ол дегенімізде, яғни бұл жерде жалпы матрица деген бар, яғни және дельта 1 дегеніміз жаңа теңдеудің мәні бар вектор әр шешімге байланысты, белгілі бір айнымалы табуға байланысты ауысып отырады баған бойынша. Егер x табатын болсақ, бірінші бағаны, y табатын болсақ, екінші бағаны орнына қоямыз, z табылса, үшінші бағаны қояды деген сияқты. Сол векторды ауыстырып отырамыз баған бойынша. Крамер әдісінің формуласы осы. x1 табу үшін дельта 1 дельта өйтеміз, x2 дельта 2 дельта өйтеміз, xn дельта n қосамыз. Келесі видеомызда осы сабақтың практикалық есебіне көшетін боламыз.